Кеше өзімнің жеке меншік офисіме қатты көңіл бөліп актив жуып шайған болатынмын. Таңертең тұрса бет-аузым ісіп кеткен ғой. Негізінде байқап жүрсіздер ме, сағат ауысқалы бері біздің ұйқымыз мүлдем дұрыс емес. Үйдің барлығын жинап болғаннан кейін 15:07-те мен кешкі асқа кірісіп кеттім. Осы қаймақты пирогты біздің үйдегілер өте қатты жақсы көреді. Мен 1 сағаттың ішінде барлық нәрсеге үлгеруім керек. Қаймақты пирог, сосын осында кекс, айран, шекер, май, қопсытқыш, ұн жақсылап тұрып араластырып, міне осындай күшті кекстер шығады. Менде 16 кекс шықты, өте дәмді болады. Анада бір келіншек жазған екен, сіздер өмір қамырдан шықпайды екенсіз, қашан қарасаң қамыр жайып отырасыз депші. Қыздар, өзімізге ұнайды қамыр тамақты көп жеген, сол үшін көп жасаймын. 1 сағаттың ішіне дайындау керек болған, мен 16:20-да аяқтадым. Нан салманың қамыры, қаттаманың қамырын осылай дайындап қойдым, бірақ пісіріп үлгермедім. Қыздар, негізінде өздеріңізге сағат бөліп қойсаңыздар, барлығына тез үлгересіздер. Мені байқайсыздар ма, үнемі 3 сағаттың ішінде үлгердім, 2 сағаттың ішінде үлгердім деп айтып жатамын ғой, сол үшін мен өзіме сағат бөліп қоямын. Тамақ, пирог барлығы дайын болды. Ең соңында осылай ыдыстарымның барлығын реттеп жуып алдым. Менің күнім осылай өтті, күнделікті өмір осы ғой бізде.